сендерге жақсы тілек, жақсы көңіл-күймен бастайық. Бүгін шаттық шеңберде балалар сендерге мен сабақты ойдағыдай өз мақсаттарына жетіп өтеді деген ойдамын. Бүгінгі шаттық шеңберде бүгінгі сабаққа көңіл-күйімізді өздерінің және есімдерінің бастапқы әрпіне көңіл-күй тілеймін. Айдар, бүгінгі сабаққа мейірбанды болды. Ақылды бол бүгінгі сабақта. Жақсы бол. Әдемі бол бүгінгі сабақта. Ашар маған нақты маған жақсы балалар, отырайық, отырайық. Жақсы, отырайық. Өткен сабақта балалар сендерге біз Нұрмағамбетовті анасын сағынған бала әңгімесін оқып тоқталған болатын. Үйдегілерге тапсырма. Енді балалар, бүгінгі үй тапсырмасы сендерге зымыран сұрақтар арқылы сұрағым келіп отыр. Қане, тақтаға назар аударайық. Қане, бірінші сұрақ қане, кім оқиды? Саған оқы. Нұрмай Нұрмағамбетов 1948 жылы сұрағын оқы ғой бірінші. Нұрмай Нұрмағамбетов қай жылда қай жерде дүниеге келген? Нұрмағамбетов 1948 жылы Қызылорда облысы Бірлік ауылында дүниеге келген. Жақсы, келесі. Бүгін сендермен топқа бөлінейік. Сендердің алдарында мозаика тасталған. Осы мозаиканы құрайық. Суреттер жасырынған. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Қане кім айтады? Кимешек деген әлем бейнесі. Жақсы, екінші топ сендерде. Кім айтады қане? Нұрай? Ұршық үйірген әже. Жақсы, үшінші топ. Баланы бесікке бөлеген әже. Жақсы, сендерде баланы бесікке бөлеген әженің суреті. Енді балалар сендер бірінші топ, әже тобы мынаға келеді. Келеміз, екінші топ, ұршық тобы, үшінші топ, кимешек тобы. Ақтардан не көріп тұрсыңдар балалар? Қане, не көріп тұрсыңдар? Баланы не көріп тұрсыңдар? Әженің бейнесін көріп тұрмыз, тағы не көріп тұрмыз, не байқап тұрмыз? Отырамыз, жақсы. Тағы не көріп тұрмыз? Абайдың бейнесін көріп тұрмыз. Және де Абайдың әжесі. Абайдың әжесі кім еді балалар? Зере. Зере. Зере туралы білесіздер ме? Зере кім еді? Кім айтады қане? Айбар? Зере данышпан, ақылды, Абайға ақылын айтып отыратын, ертегілерін айтып отыратын данышпан кісі болды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тікелей осы әже ұғымына қатысты. Бүгінгі жазайық, дәптеріңізді ашайық. Бүгін сәуірдің 21-і сынып жұмысы Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?» Нағыз әже қайда? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты балалар тақырыптың идеясын шығармады және де тақырып мен идеясын анықтау. Бүгінгі біздің алға қойып отырған негізгі мақсатымыз әдеби шығарманың тақырыбы мен негізгі идеясын анықтау. Назар аударайық. Нұрдәулет Ақыш кім екен балалар? Қысқаша өмірбаян дәптеріңізге жазылайық. Нұрдәулет Ақыш 1953 жылы 15 маусымда Шығыс Қазақстан. Тапсырма беремін. Бірінші топқа хикая картасы, екінші топқа адасқан үзінді, және де үшінші топ Вен диаграммасы. Хикая картасы дегеніміз не балалар? Хикая картасында сендер жәнегі хикаяның үзінділері беріледі. Соған сендер осы әңгіменің желісі бойынша не істейсіздер балалар? Осы әңгіменің желісі бойынша үзінділерді рет-ретімен қайтесіздер, ойып шығасыздар, мына бағанға жапсырасыздар. Екінші
топ сендерге адасқан үзінді, яғни бұл жерде сендерге тапсырма беріледі. Адасқан үзіндіге осы шығармада рет-ретімен қоясыңдар. Яғни адасқан үзінді. Қай үзінді қай жерден кейін? Соны жазасыздар. Үшінші топ сендерге ең жәрдемақы, сендерге берілетін тапсырма, Мұқағали Мақатаевтың өлеңімен, Мұқағали Мақатаев өлеңімен осы шығарма не істейсіздер? Салыстырып жазасыздар. Өлеңімен салыстырып жазасыздар. Жақсы, бірінші топ болдыққа келіп. Келіп. Ал енді оқу. Бірінші? Келесі. Қонаққа бару. Ол әжеме жай ғана бауырша. Әке уәдесі. Ең соңында шығарма қалай аяқталады? Әкенің уәдесімен. Әке қандай уәде береді ағасы? Сендерге камзол киген, басына ақ кимеш, үстіне камзол киген, басына байлауыш таққан, ертегі айтып беретін әжені міндетті түрде көрсетемін деп. Нағыз әжені көрсетемін деп уәде береді екен. Жақсы отыра қойды, жақсы. Тақтадағы бірінші сөз қане кім оқиды? Мадина оқы ғой. Ұршық дегеніміз қандай ұғым екен? Ол жүннен жүгіруге арналған жеңіл аспап не бар? Ұршықтың бейнесі. Яғни ұршық дегеніміз жүннен жіп иіруге арналған жеңіл аспаптық құрал. Жалпы ол ұршық ұғымы сонау біздің неолит заманынан бастап дамыған. Яғни сол замандағы қазақ халқының, қазақтың сол кезде тұрмыс тіршілігі не еді? Ол бізде мал шаруашылығындағы негізгі кәсіп ретінде, негізгі жәнегі бағдар ретінде бізде осы ұршықты мал шаруашылығында қолданған екен. Яғни бұны неден екен? Жіпті неден жасайды екен? Неден жасайды екен? Жүннен жасайды екен. Жіпті жүннен жасайды екен. Сол жүнді иіру арқылы бізде осында не пайда болады екен балалар? Жіп пайда болады екен. Яғни қазақ халқындағы ұршықтың қасиеті өте жоғары бағаланған. Себебі қазақ халқының сол замандағы күнкөрісі, сол замандағы ұршықтың бейнесі арқылы бізде қалып отырмыз балалар. Себебі ұршықтың сол кездегі қазіргі таңда да ұршықты қолданған еді әжелер балалар. Қолданады. Не үшін қолданады? Киім-кешек тоқиды және аяғымызға жылы байпақтың барлығын бізге осы жіп арқылы келеді екен. Келесі сөз бізге сергіту сәтіне назар аударайық. Сендермен біз балалар Нұрғиса Тілендиев пен Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Асыл әжем әнін бірге орындасақ. Тоқташты бағалап отырамыз. Сендерге бағдаршам әдісі бойынша жақсы бағалау. Ол бізде не? Мен сабақта жәнегі барлығын түсіндім. Қызыл бағалау кішкене қиналып отырмыз. Сары бағалау әлі де сабаққа қосарым бар. Бір-бірімізді бағалап отырамыз. Балалар, келесі тапсырма сендерге. Мен сендерге 3 топқа 3 тапсырма беремін. Бірінші топ сендер әженің бейнесін жазасыздар. Яғни әженің бейнесі қандай? Әженің бейнесі. Екінші топ сендер осы шығармадағы Ая мен Райханның әжесі қандай еді әңгімедегі? Соны жазасыңдар. Үшінші топ қазіргі замандағы әженің бейнесі қандай? Сол туралы не істейді? Жазамыз. Әже бейнесі, әже бейнесі, оқиды. Қандай түсінік сенің үшін? Бегал оқиды. Мейірімді, жақсы отырамын. Келесі айға. Жақсы отырамын. Келесі. Ағын жылдам. Оқиды ой жазғанды.
Аңғыр, жақсы. Келесі топ, қане. Сабаққа сендер қандай әсер алдыңдар бүгінгі біздің әжеміздің қоржынына саламыз. Яғни қызыл қоржынға сабақты жақсы түсіндім, сабақтан жақсы әсер алдым дегендер қызыл қоржынға бағалап берсін. Кімге қандай тапсырма баға қойды? Ағасы, тоғаш дайындап отырды. Содан соң айтып жоғарғы 5 болды. Жақсы, келесі. Жақсы, ай бар. Топ жылдан бағалап жарайды, жақсы. Ал осы тобынан жақсы, үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге менің әжем тақырыбына эссе жазып келеміз. Үйге тапсырма. Үйге жазып аламыз. Осы топ басшының бағалауы